Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге мен past simple тақырыбын түсіндіретін боламын. Ағылшын тілінде өткен шақ дегеніміз past simple деп аталады. Past simple өткен шақтағы іс-әрекеттерді айтқанда қолданылады. Ал енді жасалу жолына тоқталайық. Ең алдымен болымды сөйлемнің жасалуына тоқталамыз. Subject, verb және ed. Subject зат есім, verb етістік және етістікке ed жалғауының жалғануы арқылы жасалады. Ал бұрыс етістіктер бұл ережеге бағынбайды. Олар үшін дайын кесте бар. Оларды тек жаттап алу қажет. Ал енді болымды сөйлемге мысал келтірейік. I started yesterday. Мен кеше бастадым. Ал енді сұраулы сөйлемнің жасалу жолына тоқталайық. Did көмекші етістігі, subject, verb және сұрау белгісі. Бұл жерден байқайтынымыз, болымды сөйлемде етістікке жалғаған ed жалғауымыз көмекші етістікке did болып өтіп кетеді. Ал енді мысал құрастырып көрейік. Did you play? Сен ойнадың ба? Деп аударылады. Ал енді болымсыз сөйлемнің жасалу жолына тоқталамыз. Subject, did көмекші етістігі, болымсыз сөйлем болғандықтан not қосылады және verb, яғни етістік. Ал енді болымсыз сөйлемге мысал құрастырып көрейік. I didn't play. Мен ойнамадым деп аударылады. Бұл жерден байқағанымыздай did not толық түрі, didn't қысқартылған түрі. Бұл екеуі де бір мағынаны білдіреді. Бүгінге видео сабағымыз аяқталды. Видео сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, менің Instagram парақшама жазылуды ұмытпаңыздар.